Адамның тағдыры бір-ақ сәтте күл-талқан болуы немесе бір-ақ түнде қайта жаңғыруы мүмкін бе? Тас қараңғы түн. Далада көз түрсе көргісіз. Құтырған боран ұлып тұр. Әлемнен оқшауланған шалғайдағы ескі үйдің ішінде жас келіншек ұйқыдағы сәбиін бауырына қысып, есікке үрейлене қарап отыр. Пештегі от сөнуге таяу. Кенет желдің гуілін басып, әлдекім есікті сабалап қаға бастады. Кім бұл? Бәлкім, бұл олардың соңғы үмітін үзуге келген қатал тағдырдың өзі шығар. Әлде күтпеген жерден келген құтқарушы ма? Бұл жұмбақтың шешімін білмес бұрын, біз уақыт көшін кері бұрып, азап пен махаббатқа, көз жасы мен төзімге толы осы бір оқиғаның қалай басталғанына үңілуіміз керек. Ақерке, бұл есімді кім бергені, қандай ниетпен қойғаны белгісіз. Ол жарық дүниеге келе сала, перзентхананың суық төсегінде жалғыз қалған тастанды сәби еді. Ана мейірімі, әке қамқорлығы дегеннің не екенін білмей өскен оның балалық шағы сұр қабырғалы қатал тәртіпті жетімдер үйінде өтті. Безбүйрек ана деген сөзді ол алғаш рет сол мекеменің дәлізінде өзіндей мұңлықтардың сыбырынан естіді. Басқа балалар кеш батқанда терезеге телміріп, менің анам келіп қалар деп жаутаңдап күткенде, Ақерке ешқашан үміттенбейтін. Ол тым ерте есейді. Оның кішкентай кеудесінде таудай намыс пен ешкімге бағынбас өр мінез жататын. Ол ешқашан ешкімнен жәрдем сұрап жылаған емес. Оның басты қағидасы: мені бұл өмірде ешкім қаламаса, мен өз-өзіме қорған боламын деген бекем ой еді. Оған ата-ананың орнын кітаптар мен мектептегі ұстаздары басты. Әсіресе әдебиет пәнінің мұғалімі Зейнеп апай Ақеркенің бойындағы жасырын отты бірінші болып байқады. Бірде сабақтан соң Зейнеп апай оны жанына шақырып алып, Ақерке, сенің жанарында тереңдік бар. Сен сөзді жай ғана оқып қоймайсың, сен оның жанын сезінесің. Ең жалқау оқушының өзін пәнге қалай қызықтыра алатынына таң қаламын. Сенен керемет ұстаз шығады, дейді мейіріммен күлімсіреп. Бұл сөздер жетім қыздың жүрегіне жылылық ұялатып, өмірлік темір қазығына айналды. Сол күннен бастап ол алдына мақсат қойды. Мектепті бітірген соң педагогикалық институтқа түсіп, Зейнеп апай сияқты балалардың жүрегіне жол табатын ұстаз болу. Бірақ өмірдің қатыгез заңдылықтары бар. 18-ге толып мекемеден шыққан күні оған мемлекет тарапынан қала шетіндегі шағын ғана ызғарлы бөлме бұйырды. Қолындағы кішкентай түйіншегі мен жүрегіндегі үлкен арманын арқалап, ол институтқа құжат тапсырды. Алайда тағдыр оған алғашқы ауыр соққысын дайындап қойған екен. Емтихан қорытындысы шыққанда оған небәрі бірнеше ұпай жетпей қалды. Бұл оның үмітінің күл-талқан болған сәті еді. Ешкімнен көмек күте алмайтын, сүйенері жоқ қызға енді қарап отыруға болмайтын. Аш қалмау үшін, коммуналдық төлемдерді төлеу үшін тез арада жұмыс табу қажет болды. Мойымауға бел буған Ақерке келесі жылы міндетті түрде оқуға түсемін деген үмітпен жұмыс іздеуге кірісті. Көп ұзамай қала ішіндегі кішкентай көкөніс дүңгіршегіне сатушы болып орналасты. Оның жанында Күләш есімді 40-тан асқан көпті көрген әйел істейтін. Ақерке күні-түні тыным таппай, әрбір тиынды адал санап, жұмысына жан-тәнімен берілді. Кестесі өзіне қолайлы болған соң, ол бұл тіршілікке тез үйреніп кетті. Бірақ адамның пиғылы бұзылса, одан асқан жауыздық жоқ екенін ол бір айдан соң ғана ұқты. Дүңгіршекте кенеттен үлкен тексеріс өтіп, тауардан айтарлықтай жетіспеушілік шығады. Ревизияның қорытындысы Ақеркенің төбесінен жай түскендей есеңгіретіп тастады. Күләштің өзі жымқырған дүниенің бар кінәсін басшылық еш ойланбастан Ақеркенің мойнына іле салды. Олар оның жалақысының тең жартысын қарыз ретінде ұстап қалатынын айтқанда, бойжеткеннің намысы оянды. Біз Күләш апай екеуміз бірге жұмыс істедік қой. Неге жетіспеушілікті тек менен ғана өндірмексіздер? Бұл нағыз әділетсіздік, деп шырылдады ол. Бірақ оған жауап ретінде айтылған сөздер оның жанын жегідей жеді. Күләш бізде 5 жылдан бері істейді. Оған еш шағым жоқ. Ал сен келген бірінші айда-ақ кассадан ақша жоғалды. Біз бұған таңғалмаймыз. Жетімдер үйінен шыққандардың көзі тоймайды. Аш құрсақ өскен соң бәріне қол соғатындарың белгілі.
Бұл сөздер Ақеркенің сүйегінен өтіп кетті. Сендер адамды қалайша бұлай қорлауға батылдарың барады, деп айғайлап жіберді ол, көзіне жас алып. Бірақ бұл қатыгез жандарға ештеңе дәлелдей алмайтынын, дауласудың мүлдем пайдасыз екенін іштей түсінді. Ол қалған мардымсыз тиынның қолына алды да, бұл лас жерде 1 минутта қалмайтынын айтып, есікті тарс жауып шығып кетті. Қорлық пен әділетсіздіктен өзегі өртенген бойжеткен сол күні өз бөлмесіне келіп төсегіне құлап, еңіреп жылады. Оған сол сәтте демеу болған жалғыз жан көршісі Күлзия әже еді. Қарт әже жетім қыздың тазалығын сезіп, оған үнемі жаны ашып тұратын. Сол күні де ол Ақеркені үйіне шақырып, алдына бір кесе ыстық көжесін қойды. Әже, маған ыңғайсыз, мен онсыз да сізге қарызбын. Оның үстіне күнде тамақтандырасыз, деді Ақерке көзін төмен салып. Қой балам, бос сөзді қайтесің. Менің бір ожау көжемнен ештеңе кем қалмайды. Жұмыс тапқан соң қайтарарсың. Сенің көзіңнен көріп тұрмын, сен жаман қыз емессің. Қиындыққа мойыма деп қаталдау, бірақ мейіріммен жауап қатты. Үйге келген соң Ақерке сабырға түсіп, бұдан былай сауда саласына мүлдем жоламауға бекінді. Жылап отыратын уақыт емес еді. Ол көз жасын сүртіп, ертеңіне қайтадан жұмыс іздеуге көшеге шықты. Үмітін үзбеген ол жаяу жүргіншілер жолымен келе жатып, газет сататын дүңгіршекке тоқтады. Ол бос жұмыс орындары туралы хабарландыру іздеп жүреді. Құрметті тыңдарман, егер сізде өмірдегі ең ауыр сынақтарда сынбай, адамдығын сақтап қалған жандардың тағдырына бей-жай қарай алмасаңыз, дәл қазір біздің арнаға жазылып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Сіздің әрбір лүпіліңіз біз үшін үлкен шабыт. Ақерке таңғы алакеуім шақта үміт пен күдігі араласып, қала көшелерін кезіп келе жатты. Жаңа күн оған жаңа мүмкіндік әкелетіндей көрінген. Аялдаманың жанындағы ескі дүңгіршекке жақындап, ішіндегі егде жастағы сатушы әйелге үн қатты. Апай, маған бос жұмыс орындары туралы хабарландыру бар, газетті беріңізші. Сатушы әйел көзілдірігінің үстінен сынай қарап, қыздың жүдеу жүзіне назарын тоқтатты. Айналайын, жұмыс іздеп жүрмісің? Білімің қандай еді? Деп сұрады ол, даусын жұмсартып. 11 сыныпты ғана бітірдім, деді Ақерке жанарын төмен салып. Онда мына қағазға ақшанды шығындама қызым. Бұл газеттерде сен сияқты дипломы жоқ жастарға арналған жұмыс сирек кездеседі. Одан да мен саған бір бағыт сілтейін, деді қария жанашырлықпен. Осы Абай көшесінің бойында үлкен көкөніс қоймасы бар. Оларға үнемі тазалықшылар керек болып тұрады. Жұмысы өте ауыр, аяқ-қолды сырқырататын бейнет болған соң адамдар көп тұрақтамайды. Шыдаймын десең сонда бар. Сізге үлкен рахмет апай, мен бәріне шыдаймын, деді де Ақерке қуанғаннан Абай көшесіне қарай қадамды үдете түсті. Үлкен көкөніс қоймасын табу қиынға соққан жоқ. Алып темір қақпаның іші қайнаған тіршілік екен. Жүк көтерген жұмысшылар, әрлі-берлі сабылып жатқан көліктер. Ақерке басшының бөлмесіне жүрегі лүпілдеп, қорқа-қорқа әрең кірді. Оны қабылдамай қояма деген үрейі басым еді. Алайда қабағынан қар жауған қатал басшы қызды бастан аяқ бір шолып өтті де, құжаттарын сұрап, небәрі 10 минуттың ішінде жұмысқа қабылдай салды. Бірақ сатушы әйелдің жұмысы ауыр деген сөзінің ақиқатына Ақерке алғашқы күндері ақ көз жеткізді. Ол тек үлкен бөлмелердің еденін жуып қана қоймай, еркектермен бірдей ауыр қаптарды тасуға, жүкшінің де міндетін атқаруға мәжбүр болды. Суық суға малынған қолдары жарылып, арқасы сырқырап ауыратын. Кешке үйіне әрең сүйретіліп жететін ол, тамақ ішуге де шамасы келмей, төсекке құлай кететін. Көз ілгендегі жалғыз арманы ертеңгі күнге аман жету. Бірақ айдың ішінде қыздың реңі қашып, көздері шүңірейіп кетті. Бұл бір ай оған жарты ғасырдай көрінді. Алайда қара жұмысқа жегілсе де, қарсыласуға, шағымдануға хақысы жоқ еді. Өйткені бұл өмірде аш қалмау үшін, өмір сүру үшін оған ақша судай қажет болды. Осындай тозақтай бейнетпен бір ай өтіп, Ақерке өміріндегі алғашқы адал маңдай терімен тапқан жалақысын қолына алды. Жұмыстан шыққан бойда ол үйіне емес, ең алдымен дүкенге қарай жүгірді.
өзіне емес өзіне қамқор болған Күлзия әжеге деп базардан ең дәмді, ең тәтті нан сатып алды. Сәлеметсіз бе, Күлзия әже? Мен қарызымды қайтаруға келдім. Тек ренжімеңізші, бәрін бірден бере алмаймын. Коммуналдық төлемдерім жиналып қалыпты. Мынау сізге, менің кішкентай ғана алғысым, деп Ақерке тәтті нанды ұсынды. Қария қыздың қажыған түріне, шүңірейген көздеріне қарап, жүрегі елжіреп кетті. Ол үстел үстіндегі ақшаны алғысы келмесе де, зейнетақысынан жырып, алыс жолға қаражат жинап жүргендіктен алуға мәжбүр болды. Айналайын-ай, ақшаңды құртып неге әуре болдың? Саған қарап жаным ашып тұр. Қалай шаршағаның көрініп тұр ғой. Өзіңді бұлай қинауға болмайды, балам, деді әже мұңайып. Уайымдамаңыз, әже, бәрі жақсы болады. Сіз болмасаңыз, менің күнім не болар еді, деп күлімсіреді бойжеткен. Қоймадағы жұмыстың басталғанына 3-ші айға таяған. Ақерке тіпті арықтап, үлпілдеп қалды. Кейде іштей бәрін тастап кетсем бе екен деген ойлар мазалайтын. Бірақ 11 сыныптық біліммен бұдан жақсы жылы орын таба алмайтыны тағы да ақиқат еді. Тек осы шындық қана оған таңертең қайтадан қоймаға баруға күш беретін. Бірде жұмыс қайнап жатқан шақта Ақерке адам бойындай болатын пияз толы ауыр қапты сүйретіп бара жатып, байқаусызда арқасымен бір адамға қатты соғылып қалды. Жаман сөз естимін-ау деп қорқып жалт бұрылғанда, алдында тап-таза қымбат костюм киген, шашы ұқыпты таралған сымбатты жас жігітті көрді. Мұндай адамдар шаң басқан қойманың ішінде емес, тек әкімшіліктің кең кеңселерінде ғана отырушы еді. Сіз менің арқаммен ауыр жүк сүйретіп келе жатқанымды көріп тұрсыз ғой. Сәл шеткірек тұруға болмас па еді, деді Ақерке ызаланып. Ал жігіт болса еш шаспастан ернінің ұшымен жымиып, мен мұны сен соғылысып қалсын деп әдейі істедім, деп сыбырмен жауап қатты. Ақеркенің көздері шарасынан шыға жаздады. Оның тәкаппарлығына таң қалып, мұны істеудің не қажеті бар еді, деп сұрады. Сенің қалай реакция беретініңді көргім келді, деді жігіт дәл сол менмендікпен. Бұл сөздер бойжеткеннің намысына от жақты. Мына саудыраған байдың баласы оның ауыр бейнеттен бұратылып, қап сүйреп келе жатқанын көре тұра, көмектесудің орнына жай ғана қызық көріп келеме жетіп тұрғаны оның жанын түршіктірді. Оған бір ауыз сөз айтуды да ар санаған Ақерке иегін көкке көтеріп, менмендене қарады да, пияз толы қабын сүйреткен күйі өз жөніне кете берді. Ол бұл оқиғаны ұмытуға тырысты, бірақ әлгі тәкаппар жігіттің келбеті көз алдынан кетер емес еді. Ата-анасының байлығына мастанған, өмірдің ащысын татпаған, дайын асқа тік қасықтың өзі ғой, деп ойлады ол іштей. Жұмыс күні аяқталып, Ақерке ескі киімдерін ауыстырып, үйіне қайтуға бет алды. Бірақ қойманың темір қақпасынан шыға бергенде, оның адымы кілт тоқтады. Алдында жаңағы қымбат костюмді жігіт қолына раушан гүлдерінен үлкен шоқ ұстап күтіп тұр екен. Ол Ақеркені көре сала жылы жымиып, күлді созды. Бүгін маған қатты ренжігеніңді білемін. Жаңағы көз қарасыңнан бәрін ұқтым. Міне, мынау татуласудың белгісі. Қабыл алшы. Ақерке гүлге де, жігітке де суық көзбен қарап, босқа ақша шашудың қажеті жоқ еді. Мен сізді кешірдім, ал енді жолымды бөгемей өтуге рұқсат етіңіз, деді қатал үнмен. Ренжімеші, өтінемін, танысайықшы, деді жігіт оның жолын бөгеп, достық пейілмен. Ақерке тоқтап жігіттің көзіне тік қарады. Мен сіз сияқтылармен танысқым келмейді. Себебін де жасырмаймын. Біз сізбен таныс емеспіз, ал сіз маған сен деп сөйлеп тұрсыз. Бұл сіздің маған деген ешқандай құрметіңіздің жоқтығын білдіреді, деді де Ақерке оны айналып өтіп, табанды қадаммен алға қарай жүре берді. Жігіт оның артынан ұмтылып бірдеңелерді айтып жатты. Бірақ Ақерке артына бір ретте бұрылып қарамады. Ол шынымен де бұл адамға ашулы еді. Оның мақсаты өзі сияқты қарапайым қызбен ойнап, көңіл көтеру екенін іштей сезінді. Мұндай адамдар үшін мен жай ғана бір күндік ермекпін, деп түйді ол. Алайда ертеңіне де дәл осы көрініс қайталанды. Жұмыстан қажып шыққан Ақеркені қақпа алдында тағы да сол жігіт тағы да гүл шоғымен күтіп тұрды. Сәлеметсіз бе, ару қыз, деді ол бұл жолы даусын түзеп. Мені тыңдашы, кешір, тыңдаңызшы.
Кеше мен шынымен де қателік жасадым. Ал сіз маған оны ашып көрсеттіңіз. Шын жүректен кешірім сұраймын. Менің есімім Нұрасыл. Мен сізді кешірдім. Бірақ сізбен таныспаймын. Және енді бұл жерге келудің қажеті жоқ. Мен қазір кешегідей үнсіз кетіп қаламын. Сондықтан маған уақытыңызды кетіріп сөйлеуге тырыспай-ақ қойыңыз, деп Ақерке шорт кесті де алға қарай қадам басты. Расыл қыздың айтқанының қайтпайтын қайсарлығына таң қалды. Ол қыздың соңынан жүгірген жоқ, тек арқасына қарап тұрып, мен қазір сіздің мазаңызды алмаймын, бірақ біліп қойыңыз, мен сізді күн сайын осы қақпаның алдында күзетшідей күтетін боламын. Мен сіздің жүрегіңіздегі мұздың ерігенін күтемін, деп дауыстады. Нұрасыл айтқан сөзінде тұрды. Құрметті тыңдарман, шынайы сезімнің алдында ешқандай тәкаппарлықтың тұра алмайтынын көрсететін бұл оқиға әлі талай сырдың бетін ашады. Арнамыздан алыстамаңыз. Нұрасыл айтқан сөзінде тұрды. Ол шынымен де күн сайын кешқұрым қойманың темір қақпасының алдында күзетшідей қақшиып тұратын болды. Оның қолында күнде бір жаңа гүл шоғы құлпырып тұрады. Алғашқы күндері Ақерке оны көрмегенсіп теріс айналып үн-түнсіз өте шығатын. Ол іштей бұл жігіттің төзімі көпке бармайды. Бір-екі күннен соң жалығады да өз жөніне кетеді деп ойлаған. Бірақ байдың ерке баласы деген ойы бұрыс шықты. Жігіттің табандылығы сонша нөсерлеп жауған жаңбырға да, соққан желге де қарамастан өз орнынан тапжылмады. Ақерке сырттай сұсты көрінгенімен, іштей оның бұл қайсарлығына таңғала бастаған еді. Ол қандай жан өзі? Мұншама уақыттың сарп етіп, мені күзеткендегі мақсаты не? Деген сұрақтар бойжеткеннің ойынан кетер емес. Қақпа алдындағы үнсіз күзетке тура бір апта толған күні Ақеркенің төзімі таусылды. Ол қоймадан шыға сала тура жігіттің алдына барып тоқтады да, тіке қарап, азамат, сіз мені қашанға дейін аңдисыз? Бұдан не пайда таппақсыз? Деп кесіп сұрады. Нұрасыл алғаш рет қыздың өзіне назар аударғанына іштей қуанып кетсе де, сыр бермей байсалды үнмен, сенің жүрегіңдегі мұз ерігенше тұра беремін. Осымен үшінші гүл шоғын алып тұрмын, ал сен біреуін де қолына алмадың. Бүгін Раушанның орнына қарапайым түймедақ гүлдерін таңдадым. Неге екенін өзім де білмеймін, бірақ осы гүлдер сенің жаныңның тазалығына ұқсайтын сияқты, деді қолындағы ақ гүлдерді ұсынып. Ақерке жігіттің жанарындағы шынайылықты байқады. Оның сөздерінде ешқандай келемеш немесе менмендік жоқ еді. Ол гүлге бір, жігітке бір қарады да, бұл жолы гүл таңдауда қателеспедіңіз, деді сәл жұмсарып, гүлді қолына алып. Жүріңіз, анау тұрған орындыққа отырайықшы. Менің соңымнан не үшін қалмай жүргеніңізді ашып айтыңызшы. Екеуі қойма жанындағы ескі ағаш орындыққа жайғасты. Кешкі қаланың шуы бәсеңдеп, айналаға бір тыныштық орнағандай еді. Шынымды айтсам, мен сені басқалар сияқты көңіл көтеретін олжа ретінде көріп тұрған жоқпын, деп бастады Нұрасыл сөзін. Маған сенің мінезің, қайсарлығың қатты ұнады. Сенің бойында қазіргі қыздардың көбінде кездесе бермейтін бір беймәлім тазалық, кіршіксіз намыс бар. Мен сенімен жақын араласқым келеді. Қазір саған бүкіл шынымды айтып отырмын. Ақерке мысқылдай жымиып басын шайқады. Тыңдашы Нұрасыл, сенің жағдайың басқа, менікі басқа. Сен әлдеқашан өзіңе тең, тұрмысы жақсы, текті жердің қызын табар едің. Мен сияқты қоймада еден жуып жүрген жетім қыз сенің теңің емес. Егер әңгіме шынайы сезім мен адамдық туралы болса, әлеуметтік жағдайдың бұған қандай қатысы бар, деп Нұрасыл оның сөзін бөлді. Оның қоңыр көздерінде ешқандай жалғандық жоқ еді. Байлық, бүгін бар, ертең жоқ, қолдың кірі. Мен сенің жүрегіңе ғана қараймын. Ақеркенің көкейіндегі үрей бұлты сәл де болса сейілгендей болды. Жас қыздың жүзінде алғаш рет шынайы күлкі пайда болды. Менің есімім Ақерке. Тек бірден келісіп алайық. Біз осы орындықта бір сағаттан артық отырмаймыз, деді ол еріксіз күліп. Бірақ ол бір сағат, 2 сағатқа ұласты. Екеуінің әңгімесі жарасып, уақыттың қалай өткенін де байқамай қалды. Ақерке Нұрасылдың 25 жаста екенін, оқу орнында бағдарламашы мамандығында оқитынын, әкесінің дәл осы қойманың иесі екенін және Назерке есімді қарындасы бар екенін білді. Жігіт алғашқы күніндегідей тәкаппар емес,
өте қарапайым, ашық жарқын болып шықты. Ақерке сол сәтте күні бойғы ауыр жұмыстың шаршағанын да ұмытып кеткен еді. Сол күннен бастап олардың кездесуі күнделікті дағдыға айналды. Олар енді қойма алдындағы ескі орындықта емес, қаланың әдемі көшелерінде, саябақтарда серуендейтін болды. Ақерке бұл жігіттің жанында өзін қауіпсіз, бақытты сезінді. Олар өмір туралы, армандары туралы сағаттап сыр шертетін. Бірақ уақыт өткен сайын бойжеткеннің жүрегін үлкен үрей билей бастады. Ол өзінің Нұрасылға ғашық болып қалғанын түсінді. Ал махаббат деген оның ұғымында тәуелділік еді. Ол күндердің күнінде Нұрасыл өзін тастап кетсе, бұл азапты көтере алмайтынын білді. Оның үстіне екеуінің арасындағы жер мен көктей әлеуметтік айырмашылық іштей тыныштық бермеді. Танысқандарына тура бір ай болғанда Ақерке кезекті кездесуде ауыр ойын ашып айтуға бел буды. Нұрасыл, білесің бе, біз кездескен сайын мен саған қатты бауыр басып бара жатырмын. Бұл сезім мені қатты қорқытады. Сен мені жай ғана дағдыға айналдырып алдым дегің келеді ме? Деп Нұрасыл сәл үрейлене сұрады. Жоқ, сен мені мүлдем дұрыс түсінбедің, деді Ақерке қысылып жерге қарап. Ол мен сені сүйемін деген сөзді айтуға батылы бармай үнсіз қалды. Оның орнына Нұрасыл сөйледі. Ол қыздың қос қолынан ақырын ұстап, көзіне тіке қарады. Ақерке, заттарды өз атауымен атау керек. Сен маған ғашық екеніңді айтқың келді, бірақ тастап кете ме деп қорықтың. Мен ешқашан кетпеймін. Ал мен саған өзімнің құпиямды ашайын. Мен сені қатты, өте қатты, әрі шынайы сүйемін. Ақерке жауап ретінде үнсіз ғана басын изеді. Нұрасыл оны өзіне тартып, маңдайынан иіскеді. Мен саған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаймын. Екеуміздің бірге болғанымызды қалаймын. Менің жарым болуға келісесің бе? Ақерке қуаныштан көзіне жас алып, келісемін деп сыбырлады. Онда ертең сені ата-анаммен таныстыруға алып барамын, деді жігіт нық сеніммен. Бұл жаңалықты естіген бойжеткен үйіне қанат біткендей ұшып жетті. Ол бақытын жасыра алмай, бірден көршісі Күлзия әжеге кірді. Болған жайтты бастан аяқ баяндап бергенде, көпті көрген қария қатты қуана қоймады. Оның жүзіне терең мұң ұялап, ауыр күрсінді. Құлыным-ау, бай байға, сай сайға құяды деген сөз бар еді ғой. Оның ата-анасы бұл одаққа қуана қояр ма екен? Олар ақшаның буына піскен, қатыгез жандар болмаса игі. Мен мұны Нұрасылға айтуға тырыстым, бірақ ол бос сөзді қой деп өзіме ұрсып тастады, деді Ақерке әженің сөзінен сәл секем алып. Әже басқа ештеңе айтпады, тек қызға бақыт тілеп, маңдайынан иіскеді. Ертеңіне Нұрасыл Ақеркені қаланың ең қымбат ауданында орналасқан еңселі зәулім сарайдай үйіне алып келді. Үйдің іші алтынмен апталып, күміспен күптелгендей еді. Қонақ бөлмеде оларды Нұрасылдың ата-анасы күтіп отырды. Үйдің ханымы Бақытгүл Нұрланқызы Ақеркені бастан аяқ сын көзбен, жиіркенішпен шолып шықты. Ол қыздың қарапайым киіміне, бояусыз жүзіне мұрнын шүйіре қарап, кім екенін, қайдан шыққанын сұрастыра бастады. Ақерке ештеңені жасырмады. Ол өзінің жетімдер үйінде өскенін, қазір қоймада еден жуушы болып істейтінін ашық айтты. Бұл сөздерді естігенде отбасы басшысы Серік Әбдіұлының қабағы қатуланып, түсі бұзылып кетті. Осы кезде Нұрасыл сөзге араласты. Әке, шеше, біз Ақерке екеуміз неке қию бөліміне арыз тастағалы отырмыз. Сіздерден бата сұрай келдік. Бұл сөз Бақытгүл Нұрланқызының төбесінен жай түскендей әсер етті. Ол шыдамы таусылып, темірдей суық дауыспен, ешқандай бата болмайды. Саған мына көшедегі балалар үйінің қаңғыбасын ертіп келуін ғана жетіспей тұр еді, деп кесіп айтты. Мама, неге олай дейсіз? Балалар үйінде де адамдар өседі ғой. Ақерке оқуға түскелі жатыр. Ол жаман қыз емес, деді Нұрасыл ата-анасының мұншалықты қатыгездігін күтпегендей қынжылып. Осы сәтте Ақерке де үнсіз қала алмады. Оның намысы тапталып жатқан еді. Сіздердің ұлдарыңызға өздеріңіздей байдың қызын әпергілеріңіз келетінін түсінемін. Бірақ біз Нұрасыл екеуміз бір-бірімізді сүйеміз. Үйленген соң біз сіздердің үйде емес, менің пәтерімде тұра аламыз. Бізге сіздердің байлықтарыңыз керек емес. Бұл сөз Бақытгүл ханымның шамына тиді. Мынаны қараңдар, өзінің киімі жыртық болса да,
Өркөкіректігін-ай, оған сөз берген ешкім жоқ, тісін қайрап үлгіріпті, деп жеркенішпен айғайлады ол. Нұрасыл орнынан атып тұрып, мама, жетер енді, бұл менің болашақ жарым, оны бұлай қорлауға жол бермеймін. Үнсіз отырған әкесі Серік Әбдіұлы басын көтеріп, сұсты дауыспен үкім шығарғандай болды. Ол саған ешқандай жар емес. Егер ертең неке қию бөліміне баратын болсаң, менен көресің. Оқуыңның ақысын өзің төлейсің, және мінген қымбат көлігіңді дәл қазір аулаға тастап кетесің. Сендей ұлым жоқ, деп есептеймін. Ақерке бұл масқараны әрі қарай тыңдауға қауқары жетпеді. Өзіне жас тығылған ол орнынан тұрып, есікке қарай тұра жүгірді. Нұрасыл да ата-анасына бір қарады да, сүйген қызының соңынан асыға шықты. Баспалдақ алаңында қызды қуып жетіп, құшағына алды. Ақеркенің дірілдеген иығынан оның өксіп жылап жатқаны көрініп тұрды. Жыламашы жаным, мен бәрібір сенімен бірге боламын. Олардың ашуы басылар, кейін татуласармыз, деп сыбырлады жігіт қыздың құлағына. Олар ешқашан келіспейді, ешқашан, деді Ақерке үмітсіздікке салынып. Ал іште қалған Серік Әбдіұлы баласына сабақ болсын деп, ертең-ақ Ақеркені жұмыстан қуып шығу туралы шешім қабылдап қойған еді. Ол ақша мен билік бәрін шешеді деп ойлады. Құрметті тыңдарман, шынайы махаббат, байлық пен билікті жеңе ала ма? Ата-ананың қарғысын арқалаған жастардың болашағы не болмақ? Осы сұрақтардың жауабын келесі бөлімнен біле аласыздар. Бізбен бірге болып, видеоға лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ертеңіне таң ата Ақерке әдеттегідей жұмысына көкөніс қоймасына келді. Оның көңілінде кешегі ауыр сөздердің табы әлі де қалған. Жанары мұңға толы еді. Қойманың темір қақпасынан ішке кіре бергенде, оның алдынан күзетші мен кадр бөлімінің қызметкері шықты. Олар қызға суық қарап, сен бұдан былай бұл жерде жұмыс істемейсің. Басшылықтың бұйрығы сондай. Заттарыңды ал да қақпадан шық, деді ешбір түсініктеме берместен. Ақерке төбесінен жай түскендей есеңгіреп қалды. Бұл кімнің бұйрығы екенін ол іштей жақсы түсінді. Серік Әбдіұлы өзінің құдіретін, ақшасы мен билігінің күшін жетім қызға осылай көрсетпек болған еді. Жұмыссыз қалу Ақерке үшін аш қалумен тең болатын. Ол қоймадан ұзап шығып, жол жиегіндегі ескі орындыққа отыра кетті де, шарасыздықтан еңіреп жылап жіберді. Біраз уақыттан соң өзін қолға алып, көз жасын сүртті де, Нұрасылға қоңырау шалды. Даусы дірілдеп, болған жайтты бастан аяқ айтып берді. Телефонның арғы жағындағы Нұрасылдың даусынан қаһар мен ыза байқалды. Ақерке, жыламашы, өтінемін. Мен қазір бәрін шешемін. Сен сол жерде күте тұр, ешқайда кетпе, деді де тұтқаны қоя салды. Нұрасыл сол сәтте оқуын тастап, әкесінің зәулім кеңсесіне қарай құйындай ұшты. Кеңсеге кіріп барған ол, стөл басында шалқайып отырған әкесіне тік қарап, Ақеркені не үшін жұмыстан шығардыңыз? Бұл масқара ғой, деп даусын көтерді. Әкесі оған міз бақпастан темірдей суық дауыспен жауап қатты. Егер райыңнан қайтпасаң, кедейліктің не екенін, көшеде аш қалудың қандай болатынын түсіндіріп жатырмын. Ақшасыз сенің кімге керегің бар екенін көр. Мен райымнан қайтпадым, және дәл қазір біз Ақерке мен Ахат бөліміне барамыз. Мен оған үйленемін, деді жігіт нық сеніммен. Серік Әбдіұлы орнынан тұрып, стөлді тарс еткізіп ұрды. Олай болса қалтаңдағы көліктің кілтін стөлге қой, және бұдан былай бұл үйдің табалдырығын аттама. Бізбен тұрмайсың, сендей ұлым жоқ. Бізде сенен гөрі парасатты саналы қызымыз бар, сол жетеді бізге. Нұрасыл бір сәтте ойланған жоқ. Ол қалтасының қымбат шетелдік көлігінің кілтін шығарып, стөл үстіне сыңғыр еткізіп тастады да, артына бұрылмастан есікті тарс жауып шығып кетті. Ол дүние мүліктен, әкесінің миллиардтаған байлығынан сүйген жарын артық көрген еді. Жігіт қойма жанында жылап отырған Ақеркеге қарай асықты. Оны құшағына алып, маңдайынан иіскеді. Бәрі бітті, Ақерке. Мен әкемнің байлығынан бас тарттым. Енді менде сенен басқа ешкім жоқ. Жүр, неке қию бөліміне барайық, деді ол. Бойжеткен жігіттің бұл шешіміне, махаббаты үшін бәрін құрбан еткен ерлігіне қайран қалды. Енді сүйіктісінің барар жері де жоқ екенін түсінген ол, менің пәтеріме барайық, қол ұстасып бірге өмір сүреміз, деді көзіне жас алып. Тура бір айдан соң олар заңды түрде некелерін қидырды. Үйлену тойы да, ақ көйлек те, жасанды күлкіге толы қонақтар да болған жоқ. Нұрасылдың ата-анасы баласын іздемеді.
мүлдем араласқан жоқ. Үлкен өмірдің қатал шындығы енді басталды. Отбасын асырау үшін Нұрасыл институтты біржолата тастауға мәжбүр болды. Ақерке қарсы болғанымен, жігіт өз дегенмен жүрді. Ол күні-түні қара жұмыс істеді. Жүк тасушы, құрылысшы болды. Ақерке болса пошта тасушы болып, тиын-тебенге жұмысқа кірді. Алайда қаланың қымбатшылығы оларды әбден қысты. Тамақ, пәтердің коммуналдық төлемдері, күнделікті шығындар екі жастың мойнына ауыр жүк болып түсті. Олар нағыз кедейліктің қамытын киді. Осылайша әрең жан бағып жүргенде 2 айдан соң Ақерке өзінің аяғы ауыр екенін біледі. Бұл жаңалық жас отбасына шексіз қуаныш сыйлағанымен, ертеңгі күніміз не болады, баланы қалай асыраймыз деген қорқыныш олардың еңсесін баса берді. Нұрасыл жақсырақ жұмыс іздеп барған жерінің бәрінен кері қайтатын болды. Сөйтсе әкесі Серік Әбдіұлы өзінің таныстары арқылы ұлының қалада ешқандай жақсы жұмысқа тұрмауына жасырын түрде кедергі жасап, жолын байлап отырған екен. Әкесі ұлын аштықпен қинап, тәубасына түсірмек болған. Әбден тығырыққа тірелген жас әйел бір күні көршісі Күлзия әжеден ақыл сұрауға кірді. Әже, не істерімді білмеймін. Біз қарызға белшемізден баттық, шығар жол таппай отырмыз, деп жылады Ақерке. Көпті көрген қария қыздың шашынан сипап ауыр күрсінді. Жағдайларың қандай екенін көріп отырмын ғой құлыным. Сендерге өте қиын болып кетті. Оның үстіне Нұрасылдың әкесі мұндағы ықпалды адам. Ол сендерге бұл қалада тыныш өмір сүруге мүмкіндік бермейді. Ол өзінің дегенінен қайтпайтын қатыгез жан. Сендерге мұнда қалуға болмайды. Қалайша, қайда барамыз сонда? Деп таңғалды Ақерке. Қаладан жырақта, өте алысқа кету керек. Мәселен, еңбекқор адамға жұмыс табылатын, жері шұрайлы бір шалғай ауылға көшіңдер. Бақша егіп, мал ұстаңдар. Жер ана сендерді аш қалдырмайды. Бірнеше жыл сонда паналап, аяққа тұрып, содан соң көрерсіңдер. Бәлкім, ата-анасының да жүрегі жібіп басылар, деді Күлзия әже кемеңгерлікпен. Құрметті тыңдарман, қаладағы жайлы өмірден бас тартып, қиындықтан қашқан жастардың ауылдағы өмірі қалай өрбиді екен? Сіз махаббат үшін осындай құрбандыққа бара алар ма едіңіз? Өз ойыңызды пікір бөліміне жазып қалдырыңыз. Сіздің әрбір пікіріңіз біз үшін құнды. Кешке Нұрасыл жұмыстан титықтап шаршап келгенде, Ақерке оған Күлзия әжемен болған әңгімені бастан аяқ айтып берді. Жігіт үнсіз отырып ұзақ ойланды. Оның көз алдына аш құрсақ әйелі мен дүниеге келер сәбиі келді. Ақерке, шынымен де бәрін таза парақтан бастайықшы, деді ол бір кезде жанарына от ойнап. Менің әкем бізге бұл қалада өмір сүргізбейді. Қаладан алыс, кішкентай ғана бір ауылға кетейік. Мына пәтерді сатып, сонда бір шағын ғана үйшік алайық. Біз ештеңе жоғалтпаймыз. Керісінше, сәбиіміз таза ауада, табиғат аясында өседі. Шешім қабылданды. Көп ұзамай олар пәтерлерін сатып, қаладан өте алыс орналасқан шалғай ауылдан кішкентай ғана ескі топырақтан соғылған үй сатып алды. Үйдің жағдайы мәз емес еді. Төбесінен су өтетін, есік терезесінен жел гуілдеп тұратын. Бірақ бұл олардың ешкімге тәуелсіз өз босағасы еді. Нұрасыл сол ауылдан автобуспен 40 минуттық жерде орналасқан ет комбинатына қара жұмысшы болып орналасты. Ал Ақерке біртіндеп ескі үйдің ішін жөндеп, бақшасына көкөніс егіп, үй шаруасына кірісті. Уақыт өз шеңберімен сырғып өте берді. Белгіленген уақыт жеткенде Ақерке дүниеге бірінен соң бірі 2 сүйкімді қыз баланы әкелді. Олардың есімдерін Аяна мен Раяна деп қойды. Нұрасыл қыздарын қолына алғанда әке бақытын сезініп, көзіне жас алған еді. Отбасындағы мейірім мен жылулық, балалардың шат күлкісі олардың ескі үйін нұрға бөледі. Олар өте тату-тәтті өмір сүрді. Алайда оларды күндіз-түні мазалайтын бір ғана нәрсе бар еді. Ол ақшаның жоқтығы, жан батыратын жоқшылық. Ел қатарлы киініп, дұрыс тамақ жей алмай қалған кездерінде Ақерке күйеуіне қинала қарап, Нұраш, маған кейде сенің әкеңнің тілін алмай, байлықтан бас тартқанына іштей өкінетіндей көрінесің. Сен бұндай қиын өмірге лайық емес едің ғой, деп мұңаятын. Сонда Нұрасыл оны құшағына алып күлімсіреп, қайдағы бос сөзді айтпашы жаным. Егер мен сол кезде әкемнің тілін алсам,
Қазір менде сен және бірде 2 ханшайымым болмас еді. Мен әлемдегі ең бақытты әкемін. Ал ақша келер де кетер, қолдың кірі ғой. Бастысы амандық болсын, деп жұбататын. Ауылдағы өмірдің өз заңы бар. Қысқа дайындық жаздан басталады. Нұрасыл ет комбинатынан тапқан азғантай жалақысынан жырып, үйдің астындағы құлағалы тұрған жертөлені жөндеуге тиын санап ақша жинап жүрген болатын. Жертөле жөнделмесе қысқа сақтаған көкөніс пен азық-түлік үсіп кетіп, отбасы аш қалу қаупі бар еді. Бірақ қыздар өсіп келеді, киімдері жыртылып тозған. Бірде Ақерке шыдамай күйеуіне: "Жаным, жертөлені жөндеу керектігін білемін. Бірақ маған сол жинап жатқан ақшаңнан сәл де болса бермейсің бе? Қыздардың футболкалары кіндіктерін әрең жауып жүр. Өзімнің колготкамды жамайтын жер қалмады", деді жалынышты үнмен. Нұрасыл ауыр күрсініп басын төмен салды. "Әлі ерте, жаным. Мен зауыттан көбірек ауысым алуға тырысамын. Сол кезде міндетті түрде сатып әперемін. Бірақ қазір ана жинаған ақшадан ала алмаймын. Егер оны жұмсасақ, жертөлесіз қыста аштан өлеміз. Маған бұл сөзді айту оңай деп пе едің?" деді ол шарасыздықпен. Ақерке күйеуін түсінді. Ол оған ешқандай кінә артқан жоқ. Керісінше, оның отбасы үшін қаншалықты жанұшыра еңбек етіп жүргеніне іштей риза еді. Кеш батты, далада қалың қар жауып, үскірік аяз бен боран басталған. Қыздар қалың көрпенің астында тәтті ұйқыға кеткен. Ал Ақерке мен Нұрасыл ас үйдегі майшамның жарығымен кепкен қара нанды шайнап, ақырын ғана сыбырласып отырды. Ескі терезеден кірген желдің гуілінен үйдегі ауа мұздай еді. Кенет ауладағы иттің шәуілдеп үргені мен терезенің ақырын ғана бірақ үрейлі қағылған дыбысы естілді. Екеуі де селт етіп бір-біріне қарады. Уақыт түн ортасынан ауған, сағат түнгі 12-лер шамасы болатын. "Сен біреуді күтіп отыр ма едің?" деп сұрады Нұрасыл таңғалып. "Жоқ, мұндай түнгі уақытта, мынадай боранда кім келуі мүмкін?" деді Ақерке үрейі ұшып. Нұрасыл орнынан тұрып, сыртқы есікке қарай беттеді. Есіктің тұтқасын бұрап ішке қарай тартқанда, оның көз алдындағы көріністен денесі мұздап кете жаздады. Есіктің ар жағында боранның ызғарына қарсы тұра алмай, таяғына сүйенген, үсті-басын қар басқан қарт кісі тұр еді. Ол аязға тоңып, көгеріп кеткен екен. Нұрасыл дереу оны ішке сүйрелеп кіргізді де есікті тарс жапты. Ақерке жанталасып үйдің ең жылы жерін босатып, қартты отырғызды. "Ақсақал, сіз кімсіз? Бұл боранда мұнда қалай келіп қалдыңыз?" деп сұрады Нұрасыл алаңдап. Қарт кісінің тілі әрең сөйлеп, суықтан қатқан қолдарын ысқылады. "Кешіріңдер, балаларым, мен адасып кеттім. Орман ішінде аң аулаймын деп жүріп, жолымды жоғалтып алдым. Атым да қалың қарға батып, шыға алмай қалды. Өзімдікі емес, өзгеге тән жерде мына суықта жатпайын деп, жарық көрінген соң осы үйге әрең жеттім", деді қарт дірілдеген дауыспен. Ақерке дереу шәйнек қойып, үйдегі бар мен дастархан жайды. Ол қонақтың алдына ыстық көже мен нан қойып: "Оразбай ата, алдымен жылынып алыңыз, артынан бәрін айтып берерсіз", деді нәзік дауыспен. Қарт кісі ашқарақтықпен тамаққа бас қойды. Ол ұзақ уақыттан бері мұндай дәмді үй тамағын жемегенін айтып, ризашылығын білдірді. Тамақтан соң Оразбай ата өз басынан өткен ауыр оқиғаны баяндап берді. Орманда аңшылардың оғынан адал досы итінің мерт болғанын, өзінің сол жерде қалып қоя жаздағанын, әрең дегенде боранда жол тауып келе жатқанын айтты. Оның әңгімесін тыңдап отырған Ақерке мен Нұрасылдың жүрегі езілді. Оразбай ата өздерінің қандай жоқшылықта өмір сүріп жатқанын, балаларының жүдеу үйлерінің суық екенін байқады. Ол іштей бұл жас отбасының адамгершілігіне қайран қалды. Түнде қарт қонақ бөлмедегі диванға жатты, ал Нұрасыл мен Ақерке ас үйде ақырын ғана сыбырласып отырды. "Жаным, оның жолына ақша беруіміз керек болады. Егер оны шығарып салсақ, тағы да қарызға батамыз", деді Нұрасыл күрсініп. "Мейлі, көмектесейік. Біздің де басымызға күн туса, біреу бізге көмектесер. Бұл оның рызығы", деді Ақерке нық сеніммен. Таңертең ертемен Нұрасыл ауылдағы көлігі бар көршісін жалдап, Оразбай атаны қалаға жететін автобус бекетіне дейін апарып тастады. Ақерке жолға деп өзінің тұздаған қияры бар банкаларды беріп жіберді.
Оразбай ата Нұрасылдың қолын қатты қысып, сендердің жақсылықтарың жаратушының алдында жазылып тұр. Мен ақшаларыңды міндетті түрде қайтарамын. Сендер өте мейірімді жандарсыңдар, деп қоштасты. Арада тура 7 күн өтті. Нұрасыл демалыс күні үйінде шаруа істеп жатқанда ауласына қымбат жол талғамайтын көліктер тізіліп келіп тоқтады. Үй иесі не болып жатқанын түсінбей далаға шықты. Қымбат костюм киген сымбатты азамат көліктен түсіп Нұрасылға қарай беттеді. Сәлеметсіз бе? Мен Бекзат Оразбайұлымын. Әкем Оразбайды паналатып, ажалдан арашалап қалғандарыңыз үшін шын жүректен рахмет айтуға келдім. Әкемнің денсаулығы сыр беріп, өзі келе алмады, бірақ ол сіздерге қарыз екенін айтып, маған мына сыйақыны тапсырды, деді ол. Бекзат Нұрасылдың қолына конверт ұстатты. Ішін ашып қарағанда, Нұрасылдың демі ішіне түсіп кетті. Ішінде олардың жылдар бойы таппайтын ақшасы бар еді. Сол сәтте балаларын жетектеп Ақерке шықты. Бекзат сөзін жалғастырды. Әкем сіздердің бас тартатындарыңызды біледі, сондықтан маған алмаса тастап кет деп бұйырды. Бұл тек бастауы ғана. Біз сіздердің қалаға көшіп келулеріңізді қалаймыз. Жаңа пәтер мен дүкен дайындап қойдық. Жақсылық ешқашан жауапсыз қалмайды. Міне, өмірдің заңы осындай. Ақерке мен Нұрасылдың шынайы адамгершілігі, қиындыққа қарамастан жомарттық танытқаны олардың өмірін түбегейлі өзгертті. Олар қалаға көшіп өз кәсіптерін ашты. Нұрасылдың ата-анасы да өз қателіктерін түсініп, немерелерін құшақтап, кешірім сұрады. Ақерке бала кезіндегі арманына жетіп, ұстаз атанды. Құрметті тыңдарман, бұл оқиғадан түйеріміз, өмірдегі ең үлкен байлық ақша емес, ол адамдық қасиет. Адамдығын сақтап, жақсылық жасаудан жалықпаған жандарды тағдыр әрқашан сыйлайды. Арнамызға жазылып, осы оқиғаны таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Жүректеріңіз әрқашан мейірімге толы болсын. Келесі кездескенше.